Қайырлы күн, балалар. Бүгін дара және күрделі сан есіммен танысамыз. Сен осы сабақта сан есімдерді ажыратасың және хабарлама жазуды үйренесің. Алдымен сан есімнің дара және күрделі болып екіге бөлінетінін есіңе түсір. Дара сан есім бір сөзден құралады, ал күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралатынын есіңде сақта. Қазір 36-шы жаттығуды екі бағандағы сан есімдерді салыстырайық. 6, 7, 8 деген сан есімдер бір сөзден құралған, демек бұлар дара сан есімдер. Ал 16, 27, 18 деген сөздер күрделі сан есімдер. Әр бағандағы сан есімдер неше сөзден құралғанын сен көріп отырсың. Енді сен 16, 18, 8, 7, 6, 27 деген сан есімдерді екі бағанға бөліп айтып көр. Сосын 37-ші жаттығуда берілген мақалды жатқа жазамыз. Білгенің 19, білмегенің 99. Осы мақалдың мағынасы мына суретте де көрініп тұр. Мақалда сан есімдер бар. 1, 9 және 99 деген. Бұл мақалдың мағынасы адамның білгенінен білмейтіні көп екендігі айтылып тұр. Себебі барлық затты білу, меңгеру мүмкін емес. Енді 38-ші жаттығуда берілген сөздерді орнына қойып отырып, өлеңді құрастырып жазасың. Атам екен, байтақ екен, жерінде кен. Атам екен, мына суретте көріп тұрсың, ол сенің туған жерің. Байтақ екен, ол шексіз, өте үлкен деген сөз. Жерінде кен, біздің жеріміздің асты үсті толған байлық. Өлеңді құрастырып, жазып, мағынасын әңгімелеп көріңдер. Әрі қарай сергіту сәтін жасап, шығармашылық үзіліс жасаймыз. Хабарлама жазып көреміз. Балалар демалыс күні тауға бармақшы болды. Сол сәтте оларға хабарлама келді. Оны оқыған балалар серуенді кейінге қалдырды. Қандай хабарлама келді деп ойлайсың? Берілген үлгі бойынша өзің хабарлама жазып көр. Демалыс күндері тауға серуенге шығуға болмайды. Қар көшкіні жүру қаупі бар. Ауа райын зерттеу орталығынан келген хабарлама екен. Ал сен қандай хабарлама жаздың? Менің хабарламамды оқып көр. Құрметті ата-аналар, 2019 жылы 31 мамырда болатын сағат 18:00-де жалпы мектептік ата-аналар жиналыс өтеді. Шақырушы мектеп әкімшілігі. Хабарламаны осы үлгіде нақты уақытымен жазып көр. Сен осы сабақта сан есімдерді ажыраттың, хабарлама жаздың. Ал саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық.